Армысыздар ағайын. Бүгін мені екі полиция сағат 3:30 мөлшерінде үйден алып кетті. Барғаннан кейін Медеу аудандық полицияға барғаннан кейін олардың түсіндіруінше менің үстімнен арыз жазған болып шықты. Арыз жазған адам Ербол Дәулетбек. Тіркелген Атажұрттың жетекшісі Ербол Дәулетбек менің үстімнен және осы нағыз Атажұрт еріктілерінің мүшелерінің үстінен арыз жазған екен. Сол бойынша болды. 4-5 сағат сонда жауап бердім. 4-5 сағат сонда жауап бердім. Жаңа ғана шықтым. Сондағы негізгі сұрағаны солардың нағыз тіркелген Атажұрт еріктілеріне кедергі жасады деген, тіркелген Атажұрттың заттарын алып кетті деген, ем біламасын пайдаланды деген арыздар жасаған екен Ербол Дәулетбек. Оған өзіміздің тиісті жауабымызды бердік. Себебі біз қазір Атажұрт еріктілер емес, нағыз Атажұрт еріктілер деп жұмыс істеп жатырмыз. Және де біздің емблемамызда бұрынғы Атажұрт еріктілерінен мүлде басқа, барлық өзіміздің уәждерімізді айттық. Сонымен жаңа ғана 9-дан асқан кезде ғана шықтық Медеу аудандық полициядан. Қазір енді үйге бара жатырмыз. Барлық осы маған көңіл бөлген, алаңдаған адамдардың барлығыңызға алғыс айтамын. Алаңсыз болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.